Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен осындай өте оңай болып шығатын үйдегі бар заттардан жасалатын қарапайым ғана пирог дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Ең алдымен заттарымызды осылай алдын ала дайындап аламыз. Бұл жерде менде пирогтың бетіне алма және жидек қостым. Алмамызды алдын ала турап алдым, тазалап. Сарымаймыз да бөлме температурасындағы сарымаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және оның үстінен 1 пиала құмшекерімізді қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше. Егер сіздерде миксер болмаған жағдайда, венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Қанты еру керек. Мен ұзағынан араластырып алдым, қанты ерігенше. Және бұның үстінен 1 стақан айранымызды қосып, бұны да араластырып аламыз. Айранымыз бөлме температурасында болу керек. Және үстінен 100 граммдай сұйық майымызды қостым. Сұйық май болмаса да сары май қосуға болады. Бөлме температурасында болу қажет. Үстінен осындай електен өткізіп алдын ала дайындап қойған ұн. Жоғарғы сұрыпты ұн бұл жерде. Електен міндетті түрде өткізіп аламыз, қыздар. Және 10 грамм қамыр қобсытқыш қостым, яғни разрыхлитель. 1 шай қасық қамыр қобсытқышын қоссаңыздар болады. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отыру керек. Бірден көп қосып жіберуге болмайды. Өйткені әр ұнның тығыздығына байланысты болады. Мен описание бөлімінде жазып кетемін, қаншалықты грамм қосу керегін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ұнымызды осылай қосып алдық, және арасында түйіршік қалып кетпес үшін бұны 5 минуттай араластырып алдым. Алда әлі жаңа рецепттер болады, қыздар. Сіздерге таңғы ас, кешкі ас және де түскі ас, тәттілермен, торттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Бізде осындай массамыз дайын болады. Тым қою болмау керек және тым сұйық болмау қажет. Массамызды бір шетке қойып қоямыз. Енді крошкасын дайындап аламыз алдын ала. Бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды және ұнымызды аз-аздан сала отырып, 2 қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алу қажет. Крошка дайындап аламыз. Сары майымыз бұл жерде менде бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май. Қолымызбен ұзағынан осылай жасасақ, крошка дайын болады, қыздар. Бұл пирогтың бетіне қазір себеміз. Мінекей менде осындай крошка дайын болды. Әдемі, қанты да кішкене ерді. Енді ыдысымызды аламыз. Пергамент қағазын төсеп қойдым. Егер сіздерде пергамент қағазы болмаса, астын майлап алсаңыздар болады. Менің ыдысым 26 диаметрлік ыдыс. Осылай массамызды құйып алдым, және оның бетіне кез келген жеміс түрін қойсаңыздар болады. Менде үйдегі 2 алма бар, соны сыртын аршып, алдын ала осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Және бетінен кез келген жидек түрін қосуға болады. Смородина немесе құлпынайды да турап қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен қысқа қатырылған малинам бұл. Сол үшін малинам еріген соң осындай формасын сақтай алмай, кішкене сұйық болып қалған, бірақ пирогтың бетіне қоса салдым. Үйдегі бар заттан дайындап жатқан пирог бұл. Және үстінен крошкамызды тегістеп осылай төсеп шығып, бетін сәндеп қойып қоямыз.
Бұл өте шайға дәмді кетеді, қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін жасауға. Өте қарапайым ғана және оңай. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 50 минут 1 сағатта пісіріп аласыздар. Енді әркімнің пеші әртүрлі. Менде пешкім жай қызғандықтан оны 200 градуста 1 сағат 10 минутта пісіп шықты. Пирогымыздың піскенін шпажка арқылы ортасын тесіп көреміз. Бірден пешімізден алмаймыз. Пешімізде 10 минуттай, 15 минуттай тұру қажет. Сосын ыдысымыздан шешіп, мен сіздерге міне осылай көрсетіп отырмын. Арасы әлі ыстықтай болып тұр. Бұны суытып барып шайға ұсынсаңыздар, өте дәмді пирог. Арасы деген күшті, және де үлпілдеп тұр. Өте жұмсақ болып шықты. Өте қарапайым. Үйдегі бар заттардан жасалынатын, қонақ келетін кезде әсіресе лезде жасап қоя салатын пирогтардың бірі. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, қыздар. Және видео ұнаса лайк басып өтіңіздер.